Барселона қиындықтан шығу үшін кімдерді сатпақшы? Манчестер Сити Юнайтедті талқандады. Лионның бапкерінің басын жарып тастаған кім? Арты не болмақ? Осы жаңалықтар достар сіздердің назарларыңызда, қолдауларыңызға алғыс айтамыз. Арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Күнделікті қазақша футбол ақпараттарын сіздерге жеткізетін арнамыз. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Барселонаның қаржылай қиындықтары бүкіл әлемге әңгіме болып жатыр. Қазіргі таңда Барселона өздерінің жастарында сатуға дайын деген ақпараттар шығып жатыр. Алдында бір айтып өткен болатынбыз. Мынау Гави мен Педриді сатулары мүмкін деген ақпаратты. Бұл енді бір айтылып басылады ма десек, қайта айтылып жатқанына қарағанда шынымен де Гави мен Педриді сатып жүрулері мүмкін сияқты. Себебі көз тігіп отырғандар өте көп. Оның біріншісі Манчестер Сити, екеуін бірге аламыз деп отыр. Одан кейін Челси, одан кейін Манчестер Юнайтед деген сияқты мықты топ клубтарда осыларға қызығушылық танытып отырған жайы бар. Енді Барселонада өздерінің бұрынғы күшіне қайтып келу үшін бұндай жас талантты мықты ойыншылар керек әрине. Гави мен Педриге қарағанда Левандовскиді сатқаны дұрыс шығар. Өйткені Левандовски жайлы да ақпараттар бар, сатылады, Сауд Арабиясына барады, анда барады, мында барады деген сияқты. Енді салыстырмалы түрде Левандовски өте мықты ойыншы. Салыстырмалы түрде Гави мен Педри кеткенше Левандовскидің кеткені дұрыс шығар деген бір ойда бар. Манчестер Сити аяғына киіп ап саптам етік, Манчестер Юнайтедті аттап өтіп, таптап өтіп кетті деп айтсақ та болатын шығар. Енді Манчестер Юнайтедке тоқталайық. Манчестер Сити өте керемет, респект. Манчестер Сити жанкүйерлерін құттықтаймыз. Енді Манчестер Юнайтедке тоқталайық. Манчестер Юнайтедтің бас бапкері Эрик тен Хаг айтады. Біз бұл ойын үшін мен өте көңілім қалып отыр деп ойламаймын. Себебі біз бұның алдындағы ойынды жеңген болатынбыз, және де біз жоғарылап келе жатырмыз. Соған сіздер де сеніңіздер, деді Эрик тен Хаг. Енді сенгіміз келеді, әрине сенгіміз келеді, бірақ та бір таптап тастаған жоқ, алдыңғы ойындары әрең өтіп жатыр. Бұған енді Эрик тен Хаг қапалы емеспін. Біз өзімізге берілген тапсырманы ойыншыларда нақты орындады, мен ризамын деді. Енді жалпы Манчестер Юнайтедтің басшылары да Эрик тен Хагты дәл қазір біз ауыстырып тастағалы жатқан жоқпыз. Бұған ешқандай да мүмкіндік жоқ. Эрик тен Хаг ары қарай Манчестер Юнайтедті баптай беретін болады. Әрбір бапкердің өзінің бір кезеңі болады, алға шығатын, көк көрлейтін, жерге түсіп кететін де кезеңі болады. Сондықтан да бірден лақтырып жергіміз келмейді. Біз Эрик тен Хагқа сенеміз деді. Енді Манчестер Юнайтедтің басшыларымен бірге біз де сенеміз, және де алдағы уақытта Манчестер Юнайтедке тек қана сәттілік тілейміз. Бірақ бұндай ойындардан біз бәрін орындадық, таптық, қатырдық демей, кемшіліктерді тауып, қай жерде қате кетіп жатыр, соларды жөндегені дұрыс болар Эрик тен Хаг үшін. Достар, лигалардың ойыны әлі де жалғасуда. Бүгін өте тамаша, қақтығыс, текетірес ойын матч бар. Ол Лацио Фиорентина ойыны Италия лигасында, серия Ада. Және де бұл ойынға да біз өзімізше сараптап болжам жасадық. Бұл ойында Фиорентина бір голдан көп гол салады. 1xbet бұған 1.71 коэффициент беріп тұр. Өте дәмді коэффициент. Ал енді сіздер болжам жасап бәстікелеріңіз келсе, алтын доп арнасының демеушісі 1xbetпен ғана себебі сіздерге 20 000 теңгеге дейін ақшаларыңызды қайтарып береді. Одан бөлек алтын доп промокодымен баратын болсаңыздар міндетті түрде бонустар беріледі. Бонустар берілетін сілтемені комментария бөліміне бекітіп қоятын боламыз. Достар, 1xbetпен қашанда ұтыста бол. Лион клубының жағдайы осы маусымда өте ауыр. Лион клубы Марсельге ойнауға келген болатын қонаққа, бірақта қонақтарды жақсы қарсы алмады. Лионның ойыншылары отырған автобусға тас лақтырды, қолында бар заттың бәрін лақтырды. Осылайша Лионның бас бапкері жарақат алып қалды, достар. Лионның бас бапкеріне тас да тиді, және де әйнектің сынықтары да тиді, басы жараланды, қазір ауруханада. Ал енді Гроссодан бас бапкерінен Лионның Марсель клубы ресми сайттарында кешірім сұрады. Ойыншылар да бар жарақат алған, бапкердің көмекшісі де бар. Осы кісілерден Марсель ресми сайтында кешірім сұрады, және де жазықтыларды анықтап міндетті түрде жазалайтындарын айтты, және де осы ойынды көру үшін жиналған 65 000 көрерменден де, жанкүйерден де кешірім сұрады. Осы кешірімді сұрай отырып, бұл ойын жақын арада жалғасады деген сенімдеміз деді.
Енді бұл жанкүйерлік емес, жабайылық деп түсінемін мен. Олай жасауға өте болмайды, өте қате нәрсе. Марсель сияқты ұлы клуб, ірі клубтың жанкүйерлері бұндай нәрселерді жасауы өте ұят. Енді Лионға онсыз да оңай емес. Алаңда да таяқ жеп жатыр, алаңның сыртында да таяқ жеп жатыр. Лионның жағдайы жақсарады жақын арада деп сенеміз. Достар, бүгінге уақыт тауып аз ғанаға жаңалықтар шығардық. Бізге өкпе артпаңыздар, ертеңнен бастап жаңалықтарыңыз ұзақ болатын болады бұйыртса. Ал енді бүгін болжам тігем десеңіздер, сіздер қайда бәс тігетіндеріңізді білесіздер. 1xbet сілтемесі осы комментария бөлімінде бекітіліп тұр. Ертең кездескенше, ертең ұзағырақ жаңалықтар жасайтын боламыз, ал сіздер арнаға тіркеле отырыңыздар. Қолдауларыңызға рахмет.